Бөдене жұмыртқасы тауық жұмыртқасына қарағанда өте пайдалы болып саналады. Кейде оны табиғи дәрі және тез өсу үшін балалар жеу керек деп санайды. Бөдене жұмыртқасының пайдасымен қоса зияны қандай? Осы видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылып кетіңіз. Менің каналымда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз. Бір бөдене жұмыртқасында 0,18 грамм көмірсу, 4,99 грамм май және 5,87 грамм ақуыз бар. Бір қызығы, кішкентай мөлшеріне қарамастан, мұндай жұмыртқа тауық етінен гөрі тойымды. 100 грамм өнімде 168 килокалория бар, ал тауық жұмыртқасының 100 граммында 142 калория бар. Құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл өнім темір тапшылығы анемиясын алдын алу үшін пайдалы. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Даусыңыз әлсіз немесе даусыңыз қарлыңқы болса, бұл өнім тамақтың қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырсаңыз, сонда тыныс алу проблемаларынан арыла аласыз. Сонымен қатар, бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда әкеледі. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге ем. Сонымен қатар, терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетіне және ерлердің денсаулығына пайдалы. Сарапшылар бөдене жұмыртқасын шикі түрінде жеуге кеңес береді. Термиялық өңдеу кезінде пайдалы минералдар негізінен жойылады. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе жоғары және 28% көп темір бар. А дәрумені 2 есе жоғары. Өкінішке қарай, бұл жұмыртқада қан тамырларға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Ал мұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері бар. Бөдене жұмыртқасы гипоаллергенді деген пікір бар, бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызды бөдене жұмыртқасымен тамақтандырмас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Сонымен қатар, холестерині жоғары және жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдар бөдене жұмыртқасын тұтынудан абай болу керек. Сондай-ақ бөдене жұмыртқасын шамадан тыс тұтыну бүйрекке әсер етуі мүмкін. Және бұл өнімнің калориясы да айтарлықтай жоғары. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге болмайды. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.